Мен Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық университетін бітірдім 2020 жылы. Содан кейін мен жұмыс іздей бастадым. Әр жұмыс орында стаж сұрайды. 1-2 жыл. Ең бірінші мен жұмыспен қамту орталығына бардым. Ол жерде мені мамандар қабылдап, жұмыссыз ретінде тіркеді. Жұмыссыз ретінде мен 4 күн ішінде порталға тіркелдім. Содан кейін барып мені мамандар хабарласып, мен мамандығым бойынша, яғни ветеринария мамандығы бойынша жұмыс бар екенін хабарлады. Бұл жұмысты мен жастар практикасы бағдарламасымен таптым. Студенттерге ыңғайлы. Көп тәжірибе алуға болады. Яғни өз-өзіңізді көрсетіп, болашақта жұмысқа кіріп кетуге болады. 2020 жылдың ортасына қарай мен жоғарғы оқу орнын бітірдім. Соған байланысты маған жұмыс істеу қажет болды. Ең біріншіден есіме келген ол жер жұмыспен қамту орталығы болды. Осы орталыққа келдім. Менің жеке куәлігімді сұрап, қай мамандыққа бітірдім және қай жерге жұмысқа орналасу керек екенімді сұрады. 3 күннен кейін мен таңдай алатын жұмыс орнын белгіледім. Содан кейін сол жұмыс орны мені қабылдады. Ең алдағы уақыттарда бас маман ретінде жұмысқа кіре аламын деп үміттенемін. Жастар қауымына айтатыным, бұл жастар практикасы өте жақсы бағдарлама. Мен жұмысқа орналасуым да себепкері осы жоба болды деп айта аламын.